Сәлеметсіздер оқушылар, сабағымызға қош келдіңдер. Бүгінгі біздің сабағымыз тақырыбы педагогикалық тәсілдер, ал оның ішінде оқыту мотивациясын арттыру жолдары. Жоспар бойынша бастайық. Жоспар білім беру процесіндегі мотивациясының зор екенін көрсетеміз. Оқушылардың оқу белсенділігін арттыру үшін тиімді әдістерді қолдану қажет екенін түсінеміз. Және де бұл презентацияда мотивацияны арттырудың негізгі тәсілдерін қарастыратын боламыз. Кіріспе. Мотивация ұғымы. Мотивация дегенде не есімізге түседі? Не ойымызға келеді? Мотивация адамның белгілі бір мақсатқа жетуіне итермелейтін ішкі және сыртқы қозғаушы күштер. Ол адамның әрекет етуіне, күш-жігер жұмсауына және табысқа ұмтылуына ықпал етеді. Мотивация адамның іс-әрекетке итермелейтін ішкі және сыртқы факторларының жиынтығы болып табылады. Оқыту мотивациясы оқушылардың білім алуға деген қызығушылығы мен ынтасын арттыру процесі болып табылады. Және де оқыту мотивациясының түрлері. Оқыту мотивациясының түрлеріне келетін болсақ, ішкі және сыртқы мотивация болып екіге бөлінеді. Ішкі мотивация. Ішкі мотивация білімге деген қызығушылық, оқушының өзін-өзі дамытуы және жеке мақсаттары, яғни өзінің алдына қойған мақсаттары болып табылады. Сыртқы мақсатына келетін болсақ, сыртқы мотивация бағалау жүйесі, қолдау және мадақтау және де бәсекелестік жатады. Яғни бәсекелестік дегеніміз оқушының өзінің жанындағы бірге оқып жүрген бір сыныптастарымен бірге бәсекелестігі. Яғни оқуды ары қарай қызықты етуге мотивация алуы. Мотивацияны арттырудың негізгі тәсілдері. Жеке оқушының қызығушылығына негізделген оқыту, белсенді оқыту әдістерін қолдана білу және де интерактивті технологияларды пайдалану. Яғни қазіргі кезде заманауи технологияларды пайдаланып, оқушының білімге деген құштарлығын арттырып, мотивация бере отыру. Пәнаралық байланыс орнату, шығармашылық тапсырмалар беру жатады. Белсенді оқыту әдістеріне келетін болсақ, белсенді оқыту әдістері 4 әдістен тұрады. Ең біріншісі ойын әдісі. Ойын әдісі оқушыларды қызықтыру үшін ойын элементтерін қолдану. Яғни оқушыға сабақ барысында түрлі ойындар дайындап әкеліп, сол сабақ бойынша ойындар беріп, оқушыға мотивация беріп, сабақты қызықтырақ өткізу. Проблемалық оқыту. Оқушыға өз бетімен шешім табуға мүмкіндік беру. Яғни оқушының өз бетімен жұмыс істеуіне оған мотивация беріп, мүмкіндік беру. Жобалық жұмыс. Жобалық жұмыс оқушыларды дербес зерттеу жұмыстарымен айналысуға ынталандыру. Яғни оқушының өзіндік зерттеу жұмыстарын, өзінің арғы ізденістерін ынталандыра отыру керек. Дебат, пікірталас. Оқушылардың сыни ойлауын дамыту. Яғни оқушылар арасында дебат, пікірталас ұйымдастыру оқушылардың сыни ойлауын дамытады. Олардың бір-бірімен пікір алмасуы олардың мотивациясын арттырады. Ал оқушылардың белсенділігін арттыруға арналған құралдар. Ең бірінші бізде ақпараттық технологиялар, коммуникациялық технологиялар жатады. Яғни АКТ. Және топтық жұмыстар, қызықты тапсырмалар мен тесттер, визуалдық және аудио материалдарды қолдану оқушылардың белсенділігін арттырады. Мұғалімнің оқушының мотивациясын арттырудағы мұғалімнің рөліне келетін болсақ, оқушыларды қолдау және ынталандыру, оқыту стилін оқушылардың қажеттілігін бейімдеу, қызықты сабақ атмосферасын қалыптастыру, келіп байланыс арқылы оқушылардың прогрессін бақылау. Қорытынды. Мотивацияны арттыру сапалы білімнің кепілі. Заманауи тәсілдерді пайдалану оқушылардың оқу үрдісіне қызығушылығын арттырады. Мұғалім мен оқушы арасындағы өзара тиімді қарым-қатынас маңызды рөл атқарады. Яғни біз сабағымызды қорытындыладық. Назарларыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыздар.